Құрметті бастауыш сынып мұғалімдері, біз сіздермен әдебиеттік оқу пәні бойынша 3-ші сыныптың 4-ші тоқсанындағы оқу мақсаттарын су тіршілік көзі, демалыс мәдениеті, мерекелер, ортақ тақырыптар аясында жүзеге асыру жолдарын қарастыруды жалғастырамыз. Қарастыратын оқу мақсатымыз 3-1-5-1. Өз ойы мен сезімін көркем бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізу. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін Ыбырай Алтынсариннің «Өзен» өлеңін алайық. Оқушылар өлеңді мәнерлеп оқиды. Мұғалімнің көмегімен өлеңнен көркем бейнелі сөздерді бірлесе тауып, теріп жазады. Одан кейін оқушыларға бөліктерге бөлінген сурет ұсынылады. Тапсырма топта орындалады. Әр топ тұтас суретті құрастырады. Сурет бойынша өз ойы мен сезімдерін жеткізуде өлеңдегі көркем бейнелі сөздерді және мақал-мәтелдерді, вербалды емес тілдік құралдарды қолданады. Тапсырма оқушылардың топта бірлесе жұмыс жасауына, шығарманы зерделеп оқуына, өз ойын жеткізуге көмектеседі. Келесі қарастыратын оқу мақсатымыз 3-2-2-1. Қолдануға, бағалауға негізделген сұрақтар қою және оған жауап беру. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін оқушыларға мәтін бойынша сұрақтар қойылады, немесе сурет бойынша сұрақтар ұсынылады. Мысалы, оқушыларға сурет бойынша мынадай сұрақтар қоюға болады. Қандай өзендерді білесің? Өзің тұратын өлкеде қандай өзендер бар? Өзен сулары қайдан пайда болады? Табиғаттағы сулар қайда кетеді деп ойлайсың? Оқушылар қойылған сұрақтарға суреттерге сүйене отырып жауап береді. Ал оқыған мәтіні бойынша оқушылар сұрақты жеке құрастырады, жұпта топта талқылайды. Бұл тапсырмалар арқылы оқушылар сұрақтар құрастырып үйренеді және оған жауап береді. Өз ойын жүйелеп айтуды үйренеді, ойын дәлелдейді, қорытынды жасап үйренеді. Ендігі қарастыратын оқу мақсатымыз 3-2-8-2. Мұғалімнің көмегімен көркем шығарма үзіндісін басқа үлгідегі иллюстрация, музыка, мультфильм нұсқасымен салыстыру. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін Ыбырай Алтынсариннің «Таза бұлақ» әңгімесін алайық. Оқушыларға әңгіме мазмұны бойынша сұрақтар ұсынылады. Жолаушылар бұлақтың басынан қандай сөзді оқыды? Бірінші жолаушы «Бұлақта таза болу үшін не істеу керек?» деді. Екінші жолаушы «Таза болуды қалай түсінеді?» Үшінші жолаушы өз ойын қалай жеткізеді? Қай жолаушының пікіріне қосыласың? Неліктен? Оқушылар сұраққа жауап бергеннен кейін суретті мәтін үзіндісімен салыстырады. Мұндай тапсырма мәтінді зерделеп оқуға, зерттеуге, салыстыруға, сыни ойлауға, қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Қарастыратын оқу мақсатымыз 3-2-3-1. Шығарманың тақырыбын анықтау және негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін сөйлемді анықтау. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін кесте толтыру ұсынылады. Кестені толтыру үшін шатасқан оқиғалар әдісі арқылы әр топқа мәтін бөлігі салынған конверт таратылады. Оқушылар топта мәтін бөліктерін құрастырады. Әр оқушы мәтінді неше бөлікке бөлуге болатынын және сол бөліктегі негізгі ойды білдіретін сөйлемді анықтайды. Топта әр бөліктегі көркем бейнелі сөздерді бірлесе табады. Тапсырманы топта орындайды. Тапсырманы орындауға уақыт беріледі. Оқушылардың қажеттілігіне байланысты мұғалім тарапынан қолдау көрсетіледі. Мұндай тапсырма мәтінді зерделеп оқуға, мазмұнын терең түсінуге, салыстыруға, сыни ойлауға, қорытынды жасауға ықпал етеді. Келесі қарастыратын оқу мақсатымыз 3-2-8-1. Эпизодтарды салыстыру, сюжеттің дамуындағы өзгерістерді анықтау. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін оқушыларға мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қойылады. Оқиғаларды еске түсіреді.
Мұғалім мәтіндегі оқиғаларды алдын ала таңдап дайындайды. Оқушылар ұсынылған мәтін үзіндісін оқиғаларды салыстырады, ұқсастығын табады. Оқиғаның дамуындағы өзгерістерді анықтайды. Тапсырма оқушылардың мәтін мазмұнын терең түсінуге, зерделеп оқуға, салыстыруға, сөздік қорын дамытуға, сыни ойлауға ықпал етеді. Ендігі қарастыратын оқу мақсатымыз 3-2-6-1. Кейіпкердің портретін сипаттау, оның іс-әрекеті мен мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтіннен дәлелдер келтіріп тауып бағалау. Және 3-3-2-1. Шығарма кейіпкеріне хат, ертегі, әңгіме жазу. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін Жәнібек Карбөзиннің «Ақ жауын» мысалын алайық. Оқушылар мәтінді оқып, мазмұны бойынша сұрақтар құрастырады. Немесе қойылған сұрақтарға жауап береді. Мысалы, мынадай сұрақтар қоюға болады. Қай жаңбырдың өсімдіктерге пайдасы көп деп ойлайсың? Неліктен? Жаңбырдың адам мінезімен қандай ұқсастығы бар? Оқушылар кейіпкерлерін атайды. Олардың іс-әрекетіне мәтіннен дәлелдер келтіре отырып баға береді. Және кейіпкерлердің бірін таңдап, оған хат жазады. Мұндай тапсырма оқушылардың мәтін мазмұнын терең түсінуге, талдауға, сыни ойлауға, бағалауға, қорытынды жасауға, өз ойын еркін айтуға, сауатты жазуға үйретеді. Ендігі қарастыратын оқу мақсатымыз 3-2-9-1. Шығарманың мазмұнына сәйкес түрлі дерек көздерден иллюстрация, әдеби кітаптар, мультфильмнен нақты ақпаратты табу және ақпаратты сызба түрінде беру. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін оқушылар түрлі дерек көздермен жұмыс жасайды. Ақпаратты іздейді, сұрыптап таңдайды, кестеге түсіреді, сызба түрінде ұсынады. Оқушылар тапсырманы топта орындайды. Мысалы, оқушылар жеңіс күніне арналған мәтінмен танысқаннан кейін тақырыпқа қатысты суреттер ұсынылады. Немесе бейнефильм көрсетіледі. Алған ақпаратты сызбаға түсіреді. Мұндай тапсырмалар оқушылардың түрлі ақпарат көзімен жұмыс жасауына, ақпаратты іздеуге, таңдап алуға, зерттеуге, салыстыруға, тақырыпты терең түсінуге, өз ойын айтуға, қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Ендігі қарастыратын оқу мақсатымыз 3-1-2-1. Шығарманың мазмұнын бірлесе құрастырған жоспар бойынша немесе өз сөзімен толық таңдауына қарай мазмұндау, сахналау. Және 3-3-1-1. Мұғалімнің көмегімен оқылған шығарманы логикалық бөліктерге бөліп, әр бөлікке ат қойып, жоспар құру. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін оқушыларға мынадай тапсырмалар ұсынылады. Мәтінді түсініп оқы. Мәтінді бірнеше бөліктерге бөл. Әр бөлікке ат қой. Жоспар құрастыр. Әр бөліктің негізгі ойын білдіретін сөйлемді анықта. Кейіпкерлерді сипаттайтын сөздер мен сөз тіркесін, сөйлемдерді тап. Жоспар бойынша мәтінді мазмұнда. Оқушылар жоспар бойынша мәтінді толық мазмұндайды, немесе кездейсоқ таңдау әдісі арқылы топ мүшесі мәтін мазмұнын өз сөзімен мазмұндайды. Тапсырманы орындау арқылы оқушылар мәтін мазмұнын терең түсінеді, зерделеп оқиды, өз ойын жүйелі жеткізеді. Құрметті әріптестер, біз сіздерге әдебиеттік оқу пәні бойынша оқу мақсаттарын жүзеге асырудың кейбір жолдарын ұсындық. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.